Сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз осындай көктем мезгілінде жайнап тұрған мына бір Whoopie Pie тортының цифра түрінде жасалған рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тортты мен тегін МК деп атағым келеді, себебі бұл тортты сіздер жасап, өздеріңіз үй жағдайында торт әзірлеп, өздеріңіздің кішігірім бизнестеріңізді бастасаңыздар болады. Бұл бір жасағаннан өте кереметтей болып шығатын өте оңай түрі. Сондықтан достар, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Және де достар, мені қолдап каналыма тіркеліп қойыңыздар. Достар, бұл жерге мен осы дәл цифра түрінде қалай жасалу керектігін үйрететін боламын. Ал толық қанша мөлшерде қоспасын қалай жасалу керектігінің барлығын өзімнің каналымда жүктелген Whoopie Pie тортының төменгі описаниясында жазулы тұр. Мен ссылкасын міндетті түрде төменге белгілейтін боламын. Ол сілтеме бойынша сіздер барлығын рет-ретімен қалай араластырып, қоспаны қалай дайындау керектігін көресіздер. Ал бұл торттың астынан мен осы дәл цифра тортының өлшемін барлығын жазып қоямын. Ең алдыменен біз пергамент қағазымызға осылай дөңгелекше етіп формамызды сызып аламыз. Мен бүгін 60 деген цифраны жасайтын боламын. Сол себепті 0 және 6 цифрасын осылай алдын ала әзірлеп қойдым. Енді осылай біздің қамырымызды, сұйық қамырымызды осылай орналастырып, сызба бойынша жайғастырып шығамыз. Мінеке достар, көріп тұрғандарыңыздай, осылай жайменен лопатканың көмегімен орналастырамыз. Осы қоспаларды осылай қамырды орналастырып болғаннан кейін біз қызып тұрған 180-170 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа ғана салып пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің алғашқы коржымыз дайын болды. Шпажка таяқшасымен көрсеңіздер болады тексеріп. Енді осылай өзіміздің цифрамызды бетіне жайғастырып, түзулеп, әдемілеп, кесіп, артық жерлерін кесіп аламыз. Біздің алғашқы қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте 6 цифрасы. Айта кетейін, бұл жерде 6 цифраны да 0 цифрасында 3 рядтан жасайтын боламыз. Демек, біз дәл осындай қоспадан 3-ін әзірлейміз. 6-дан 3 және де 0 цифрасынан 3. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиыншылығы жоқ, бәрі өте оңай, тез дайын болады. Ең бастысы біздің қамырымыздың қоспасы дұрыс шықса болғаны. Және де әсел пешімізге өте көп ұстамаңыздар, бар жоғы 10-15 минутта пісіп шығады. Егер көп ұстасаңыздар, қамырдың шеті қарайып, күйіп кетуі мүмкін. Мінеке достар, осылай тортты жинамас алдын астыңғы бөлігіне міндетті түрде аз ғана кремнің мөлшерін жағып орналастырған жөн. Сол кезде біздің тортымыз жылжымайды. Біздің корждарымыз толығымен суығаннан кейін ғана кремімізді осылай орналастырып шығамыз. Мен осылай дөңгелекше етіп орналастыратын боламын. Барлығы да осылай рет-ретімен коржды қоямыз, бетіне кремді жағып орналастырамыз. Қайтадан корж, осылай барлығын рет-ретімен жинайтын боламыз. Мінеке достар, осылай кремінің барлығын әдемілеп орналастырып болғаннан кейін бетін әсемдеуге кірісеміз. Мен бетін әсемдеген кезде өзім жеміс-жидектермен және де сүйікті печеньелермен әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген жеміс-жидек болсын, тәтті нандар болсын, осылай әсемдеп, өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып жасасаңыздар болады.
Көріп тұрғандай бұл жерде Орео торт печеньесі бар, және де альбини шоколадный печеньесі, және де жеміс жидектер майда қара шоколадтармен бірге. Мінекей достар, біздің тортымыз кереметтей болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, көктемде жайнап, және де өте биік болып шығады. Бұл шамамен 30-40 адамға жетеді. Сондықтан, достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің кішігірім осындай торттар әзірлеп, бизнестеріңізді, өздеріңіздің жұмыстарыңызды бастасаңыздар болады. Себебі бұндай торт, үлкен көлемдегі торт өте қымбат бағада болып шығады. Сол себепті дәл осы рецептпен жасауды ұсынамын. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен бірге осындай жұп-жұмсақ тәтті сүзбелі бәлішті әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерменен бірге Балнұр. Ең алдыменен біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алуымыз қажет. Бізде осындай жұмсақ қоспа пайда болады. Өте сондай жұмсақ болуы қажет. Енді үстіне ситадан ұнымызды өткізіп, оның үстіне қопсытқышымызды салып, сол ыдысымызды жақсылап араластырып, қамырымызды аз-аздан ұнды қоса отыра илеп аламыз. Бізде қазір 2 пирогтың қамыры әзір болды. Сол себепті мен біреуін салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямын. Ендігі кезекте біз салмасын әзірлейміз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға творогымызды салып, оның үстіне ванилин қосамыз. Оның бетіне жұмыртқамызды құйып, бетіне шекер салып, 1,5 ас қасық манник қосатын боламыз. Барлығын блендерменен жақсылап езіп, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, езіп шығамыз. Бұл жерде творогтың құрамы өте сондай маңызды. Творогтың қаттысын алып қоймаңыздар, өте сондай жұмсақ, орысша айтқанда рассыпчатый дейді ғой, сондайды алу қажет. Формамызға пергамент қағазын қою қажет, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті пергамент қағазын орналастырып, оның бетіне қамырымызды осылай қолменен жақсылап жайып шығамыз. Қамырымыздың бетін осылай вилкаменен жан-жағын барлығын тесіп шығуымыз қажет. Сол кезде қамыр күймей әдемі болып пісетін болады. Енді бетіне салмамызды құйып, жақсылап орналастырамыз. Пирогтың бетіне мен әсемдік үшін осындай қарақатпенен таңқурайды қолдандым. Бірақ бұл міндетті емес, егер сіздер қаласаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Осы тұста біз алдыменен пешімізді қыздырып алуымыз керек. Қызып тұрған пеште 160 градуста 50 минут пісіріп аламын. Бірақ сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарай
қойсаңыздар болады. Егер сіздердің пештеріңіз қатты қызатын болса, одан төмен 140-150 градуспенен 60 минуттай, 50-60 минуттай пісіруіңіз қажет. Мінекей достар, пирог дайын болып шықты. Бірінші жасағаннан осындай әдемі, тәп-тәтті болып шығатын творожный пирогты міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен өте сенімдімін. Жақындарыңызға әзірлеп беріп, осылай қуантып қойсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген рецепттер түсірілетін болады. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Баршаңызға сәлем, достар. Сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз бірінші жасағаннан осындай тәтті, әдемі болып пісетін сметанник пирогын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Үстіне шекерімізді қосып, барлығын блендерменен жақсылап араластырамыз. Бізде өте осында жұмсақ қоспа пайда болу қажет. Жақсылап тағы да бір араластырып шығамыз. Мінекей бізде осында жұмсақ қоспа болып шықты. Өте сондай жұмсақ. Енді бұл қоспамыздың үстіне бөлек ұнды ыдысқа салып, ситадан өткізіп, үстіне қопсытқышымызды қосып, аздаған көлеммен сала отыра қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Егер де дәл осы видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде песочный қамыр болу керек. Песочный көріп тұрғаныңыздай қамыр бөлініп жатыр, песочный болып тұр. Менде бұл жерде екі пирогтың қамыры, сол себепті біреуін салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямын. Менде осындай форма алдым, диаметрі 22-23 сантиметр болады. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірін астына, екіншісін бортикке алып қоямыз. Ыңғайлы болу үшін алдыменен осылай астыңғы бөлігін әдемілеп қолымызбенен жайып шығамыз. Ендігі кезекте бортиктерінде қалған қамырымызды алып, бортиктеріне салып, әдемілеп формасын келтіріп шығамыз. Міне бізде форма дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қиыншылығы жоқ, өте тез әзір болатын пирог. Енді біз мұны 20 минутқа салқындатқышқа қойып қоямыз, холодильникке қоятын боламыз. Ендігі кезек салмамызда, ол үшін сметананың бетіне шекерімізді қосамыз, оның үстіне жұмыртқамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде блендерді қолданбаңыздар, себебі блендер қолдансаңыздар, бұл өте сұйық болып кетеді, сосын пісірген кезде ағып кетуі мүмкін. Сол себепті жай ғана шанышқымен, болмаса осындай араластырғышпен жақсылап біркелкі болғанша шайқаймыз. Енді холодильниктен формамызды алып, бетіне салмамызды әдемілеп құйып шығамыз. Барлық ингредиенттердің
өлшемін астына описанияға жаза кететін боламын. Әдемілік үшін мен осында ежевика қолдандым, бірақ ол міндетті түрде қолдану керек емес. Егер қаласаңыздар, ешнәрсе қоспай, жай ғана өзін пісірсеңіздер болады. Пирогымызды қызып тұрған пеште 140 градуста 60 минут пісіреміз. Міне достар, біздің пирог дайын болып шықты. Өте сондай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай толығымен піскен. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте сондай жұмсақ, тәтті болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын достар. Сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін мен сіздерге сүзбеден дайындалатын сырниктердің рецептісін бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді әрі де тез болатын түрі. Сол себепті міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындаңыздар. Сонда сырниктеріңіз мінсіз дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізде ең маңыздысы ол сүзбеге байланысты болады. Сүзбеміз сулы болмауы қажет, құрғақ әрі шашылып тұрғаны жөн. Сонда біздің сырниктеріміз әдемі болып шығады. Ең алдыменен сүзбемізге жұмыртқамызды құямыз. Оның үстіне манник қосамыз. Және де дәміне қарай шекерімізді салып, жақсылап араластырып шығамыз. Бұл жерде біз міндетті түрде блендер қолдануымыз қажет. Сол кезде біздің творогымыз, сүзбеміз бір-бірінен ыдырамай, майға түскен кезде әдемі формасын, қалпын сақтап пісетін болады. Жақсылап блендерімізбен езіп алдық. Біздің қоспамыз әзір болып қалды. Енді осы қоспамыздың үстіне ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Енді формасын келтіретін алдында осылай тақтайшамыздың үстіне ұнымызды себеміз, қолымызды ұнға әдемілеп малаймыз. Енді ұнды аз ғана қолдана отырып, формасын жақсылап келтіріп аламыз. Бұл жерде де ұнды көп қолдануға болмайды, себебі ұн көп қосылып кететін болса, майға түскен кезде сырниктеріміз жарық беріп, жарылып, әдемі болып піспеуі мүмкін. Сол себепті ұнды аз ғана қолданып, формасын келтіреміз. Осылай барлық қоспаны жақсылап формасына келтіріп аламыз. Мендегі сырниктердің көлемі бір ас қасық көлемінде. Мен әрі
жұмсақ әрі жұқа болып піскенін қалаймын. Сол себепті аз-аздан ғана алып отырамын. Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрі өте оңай және де тез дайын болады. Міне барлығын жасап алдық. Енді табамызды отқа қойып, жақсылап қыздырып, үстіне сары майымызды салып ерітіп аламыз. Табамыздың астын отты орташа көлемінде жағамыз. Бұл жерде де сары май қолдану міндетті емес. Сіздер қаласаңыздар сұйық май құйып пісірсеңіздер болады. Бірақ сары май қолданатын болсаңыздар өте дәмі ерекше болып шығады. Сол себепті мен осыны қолдандым. Екі жағын аунатып жақсылап пісіреміз. Мінекей достар, барлығын осылай пісіріп шығамыз. Өте әдемі болып шығып жатыр. Мінекей достар, біздің сырниктеріміз дайын болып қалды. Міне достар, дайын болды. Өте сондай әдемі, ортасы толығымен піскен, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантып қойсаңыздар болады. Бұл өте тез әрі дәмді болып шығатын рецепт. Сол себепті менің рецептім бойынша жасаңыздар. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецепттер түсірілетін болады. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз осындай дәмі тіл үйретін жаздың әдемі салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты жылдың кез келген мезгілінде жасап, қонақтарыңызға және үй-іштеріңізге қуантып жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қызанақ, қияр, тәтті бұрыш, бренза, май, пияз, укроп, орегано, шекер, бұрыш, тұз және де оливки керек болады. Ең алдыменен біз қиярымызды алып, сыртын аршып аламыз. Осылай қабығынан әдемілеп тазартып, турайтын боламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды жақсылап тазартып аламыз. Барлық қоспаларды осылай тазартып шығамыз.
Мен бұл жерде тәтті бұрыштың қызыл және көк түсін таңдадым. Ендігі кезекте пиязымызды да жақсылап қабығынан аршып, тазартып қоямыз. Бұл жерде міндетті түрде қызыл пияз болуы керек. Сол кезде әдемі дәм береді және де әдемі көрік беретін болады. Ең алдыменен осылай таза ыдысымызға оливкиімізді саламыз. Енді үстіне қиярымызды жақсылап турап, бетіне салатын боламыз. Қиярымызды өздеріңіздің кез келген қалауларыңыз бойынша кез келген формада турасаңыздар болады. Мен осылай видеодағыдай етіп турадым. Мінекей барлығын осылай турап шығамыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды алып, қатты үлкен емес, кіші емес, орташа көлемде етіп, әдемі формасын келтіріп турайтын боламыз. Енді қызанағымызды да тазартып аламыз. Осылай сопақша етіп, үлкен көлемде турап кесеміз. Барлығын турап алдық. Ендігі кезекте бренза. Мен брензаның кішкене тұздылауын таңдадым. Егер де брензамыз кішкене тұздылау болса, салаттың дәмі одан да әдемі болып шығады. Сол себепті таңдаған кезде тұзды деп брензамызды осылай кішкене тұздылауын қолданатын болсақ, салатымызға одан да әдемі дәм беретін болады. Сол себепті тұздылауын қосқанымыз жөн. Ендігі кезекте укропты майдалап турап қосамыз. Енді пиязға келетін болсақ, пиязды көбісі ұнатпайды, салаттың арасына қосқан ұнатпайды. Сол себепті жай ғана бетіне көрік беру үшін қосатын боламыз. Егер қаласаңыздар, өздеріңіз толығымен салаттың ішіне салып, араластырып жесеңіздер болады. Ендігі кезекте бізге зәйтүн майы қажет болады. Зәйтүн майын бір ас қасық көлемінде қосатын боламыз. Бұрыш, дәміне қарай тұз, азғантай ғана шекер және де орегано қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Қараңыздаршы, қандай көрікті, қандай әдемі салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің салатымыз әзір болды. Өте дәмді болып шыққанына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді.
Дәмі деген тіл үйіретін салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бұл кез келген дастарханның көркін ашады деген сенімдемін. Мен осылай пиязды жақсылап езіп, жай ғана бетіне әсемдік үшін салып қойдым. Егер сіздер қаласаңыздар, толығымен салатқа араластырып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз Израиль халқының өте дәмді таңғы асын әзірлейтін боламыз. Бұл тағамды кез келген уақытта жасап әзірлесеңіздер болады. Өте тез және де дәмді болып шығатын тағам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Достар, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, пияз, жұмыртқа, май, тұз, бұрыш, шекер қажет болады. Ең алдыменен пиязымызды әдемілеп турап аламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген формада кессеңіздер болады. Ендігі кезек қызанақтың қабығын міндетті түрде аршып саламыз. Себебі қабығымен бірге салатын болсақ, шақшукамыздың ішінде ол бөлек жүруі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қабығын аршып тураймыз. Мінеке барлығын осылай әдемі етіп турап алдық. Енді біз табамызды отқа қоямыз. Оның үстіне сұйық май құйып, пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне туралған тәтті бұрышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне туралған қызанағымызды салып, тағы да араластырамыз. Кішкене суы тартылғанша қуырамыз. Үстіне бұрыш, дәміне қарай тұз себеміз. Және де тәтті паприкамызды қосамыз. Аз ғана шекер. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Бізде мына жерде қызанақтың суы тартылғанша кішкене қуыруымыз қажет. Енді сарымсағымызды осылай пресстен өткізіп, немесе үткіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Енді барлығын әдемілеп араластырып шығамыз.
Дәмі деген өте керемет шығады. Енді үстіне қайнаған 2 ас қасық су құйып, тағы да жақсылап қайнатамыз. Бұл шакшуканы әзірлеген кезде табамыздың бетін жаппаймыз, жай ғана барлығын осылай ашық күйінде қуыратын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салма-салдын осылай қоюларын жылжытып, жұмыртқамызды салатын орынды дайындаймыз. Енді барлығын осылай құйып шығамыз. Жұмыртқамыздың бетіне аздаған тұз себеміз. Енді сәл ғана астын басып пісіретін боламыз. Мінекей достар, біздің шакшукамыз әзір болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл Израиль халқының таңғы асы, және де менің ең сүйікті таңғы асым. Бұл таңғы асты міндетті түрде тек қана азанда емес, кез келген уақытта жасасаңыздар болады. Өте тез және де дәмді болып шығатын тағам. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздерменен бірге Балнұр каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын қызыл бархат капкейкін жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Ең алдыменен біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды құямыз. Енді оның үстіне шекерімізді салып, миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Біздің қоспамыз аппақ болып көпіру қажет. Аппақ болып біркелкі болғанша көпіршітіп шайқап аламыз. Мінекей біздің қоспамыз аппақ болып біркелкі болып араласты. Енді біз красканы әзірлейтін боламыз. Ол үшін мен осындай құрғақ красканы пайдаландым. Осыны айранға салып жақсылап шайқап аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Какао, қопсытқыш және де ас содасын бірден осы қоспамызға саламыз. Ситадан өткен ұнымызды аздаған мөлшерден қоса отыра жақсылап шайқаймыз. Құрғақ ингредиенттерді араластыратын кезде миксерді ең төменгі мөлшеріне қосып араластырамыз. Ендігі кезекте айранымызды осылай осы қоспамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Мінекей достар, бізде қоспамыздың түрі өзгеріп келеді. Өте қоңыр қою, қызыл қою болып шығады. Қараңыздаршы, өте керемет болып тұр. Енді біз үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз әзір болып қалды. Қоспамыз қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа қоюлықта болып шығады.
мінекей дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді осылай арнайы формасына қасықпенен құйып аламын. Мен пешімді алдын ала 140 градусқа қойып қыздырып аламын. Сол кезде кез келген сіздер өз пештеріңіздің қызуына қарап градусын өзгертсеңіздер болады. Себебі менде пешім өте қатты қызатын болғандықтан 140 градусқа қойып пісіремін. Міне барлығын осылай біркелкі қылып, бірдей мөлшерде етіп құйып аламын. Міне достар, қараңыздаршы, бізде капкейк өте кереметтей болып көтеріліп шықты, өте үлкен болып шықты, және де дәмі өте кереметтей болып шығады. Тіл үйіретін капкейктердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ендігі кезекте біз кремін жасайтын боламыз. Ол үшін салқын болып тұрған кілегейді алып, осылай жақсылап шайқап араластырып аламыз. Содан соң үстіне қант ұнтағын осылай аздаған мөлшерден қоса отыра шайқаймыз. Бізде міндетті түрде творожный сыр және кілегейіміз салқын болуы қажет. Сол кезде біздің креміміз өзінің формасын өте керемет ұстайтын болады. Қараңыздаршы, өзінің формасын ұстап келе жатыр. Енді творожный сырымызды қоса отыра тағы да шайқаймыз жақсылап. Бұл крем барлық тортқа да кете береді. Міндетті түрде дәл осы креммен жасап көріңіздер, себебі дәмі өте ерекше болып шығатын крем. Міне өзінің формасын ұстады. Мінекей ыдысты қанша төңкерсек те, бұл ағып қалмайды. Формасын өте жақсы ұстайды. Ендігі кезекте біз капкейкілеріміздің бетін осы кремменен әсемдеп, кез келген өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Мен алдыменен осылай кремімді орналастырып, бетін жеміс жидектермен әсемдегім келіп отыр. Бұл кремнің дәмі өте бір сонда ерекше дәм береді, өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады, және де керемет бір балалық кездің дәмін еске салады. Міндетті түрде дәл осы креммен жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен жай ғана осылай домалақ дөңгелек етіп жасадым және бетін жеміс жидектермен әсемдеп қойдым. Ал сіздер қалағанынша кез келген формада кремін жақсаңыздар болады. Менде каналымда әлі көптеген капкейкелердің рецепттері бар. Оларды барлығын описаниеге жаза кететін боламын. Ссылка бойынша өтіп, барлық капкейктердің рецептісін көріп шықсаңыздар болады. Және де достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі алда көптеген видеолар салынады. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл капкейкелер кез келген дастарханыңыздың көркін ашатын, рең беретін түрі, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Үй-іштеріңізді қуантып қойсаңыздар болады. Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз өте дәмді, сондай кереметтей нәп-нәзік болып шығатын Whoopie Pie тортын әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар.
Алдыменен біз шоколадымыз бен сары майымызды араластырып ерітіп алуымыз керек. Орысша айтқанда водяной баняға салып ерітіп дайындап қоямыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, миксерменен шайқап, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ендігі кезекте біз үстіне шекерімізді құйып, шамамен 2-3 минуттай аппақ болып көпіргенше шайқайтын боламыз. Мінекей достар, біздің массамыз әзір болды. Осындай аппақ болып көпіріп шығу керек. Енді біз құрақ ингредиенттерді араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, ситаның ішінде осылай араластырып аламыз. Ең алдыменен біз осы жұмыртқалы массамызға жаңағы еріген сары май мен шоколадымызды құйып, жақсылап миксерменен шайқайтын боламыз. Шоколадымызды құйып отырып, осылай миксерді тоқтатпауымыз қажет. Өйткені біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті жылы шоколадымызды құйған кезде миксерді тоқтатпаймыз. Енді осы ситадағы ұнымызды аздаған мөлшерден қоса отыра тағы да араластырамыз. Бірден ұнымызды салмаймыз, себебі ол кезде арасында түйіршіктер пайда болып қалуы мүмкін. Ол кезде біздің қоспамыз дұрыс шықпай қалады. Сол себепті ұнымызды аз-аздан қоса отыра шайқайтын боламыз. Ендігі кезекте біз какаомызды қосамыз. Какао міндетті түрде сапалы болу қажет. Егер жай ғана дүкеннің арзан какаосын қоссақ, біздің корждарымыздың түсі кішкене басқаша болып қалуы мүмкін. Дәмі де өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себепті какаоны таңдаған кезде міндетті түрде сапалысын таңдаңыздар. Мен осындай диаметрі 24-25 сантиметрлі форманың астыңғы бөлігін алып, шамамен 5-6 ас қасық көлемінде қамырымызды салып, рет-ретімен пісіріп алатын боламын. Бұл қамырымызды пешке салмас алдын пешімізді 140 градуста қойып қыздырып аламыз. Әр коржымызды 7-10 минуттай, шамамен 7-10 минуттай қойып пісіріп алатын боламын. Мінекей достар, біздің алғашқы коржымыз дайын болды. Түсі деген өте әдемі, сондай тартымды, тәбетіңді ашатын түс, және де өте жұмсақ болып піседі. Және де біздің формамыздың астын майламай, осылай қамырымызды құйып, құрғақ күйінде пісіретін боламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қиыншылығы жоқ. Дәл осы видеодағыдай етіп әзірлейтін болсаңыздар, міндетті түрде корждарыңыз өте сондай әдемі, жұмсақ, керемет түрде пісетін болады. Енді біз креміне кірісеміз. Алдыменен біз салқын кілегейімізді ыдысымызға, таза құрғақ ыдысымызға құйып, аппақ болып көпіргенше шайқаймыз. Оның үстіне осылай қант ұнтағын аздаған мөлшерде қосып, тағы да миксерді қолданатын боламыз. Одан кейін біз сүзбелі ірімшігімізді аздаған бөлшектерден қоса отырып, тағы да қоспамызды миксерлейміз. Өзінің формасын жақсы ұстауы қажет. Міне видеодағыдай өте керемет болып шықты. Қараңыздаршы, крем өзінің формасын жақсы ұстап келеді. Біздің креміміз дайын болды, достар. Енді біз тортымызды жинауға кірісеміз. Алдыменен біз кремімізді осылай арнайы целлофанға салып аламыз. Енді біз, достар, тортымызды жинауға кірісейік. Ол үшін ең астыңғы бөлігіне тортымыз жылжып кетпес үшін аздаған кремді жағып, корждарымызды кезекпестен орналастырып аламыз. Мен әсемдік үшін, тортымыз сондай әдемі болып шығу үшін,
осылай шет-шетіне кремімізді шығарып, томпақ етіп, орналастырып шығамын. Мінекей видеодағыдай өте әдемі болып шығады. Бұл, достар, расымен де менің ең сүйікті торттарымның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт бұл өте сондай бір жасағаннан әдемі болып шығатын және де дәмі өте нәзік болып шығатын рецепт. Осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде торттарыңыз сондай керемет және жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей, достар, біздің тортымыз әзір болып қалды. Ең үстіңгі бөлігіне осылай қалған кремімізді жағып аламыз. Содан кейін біздің шоколадымызды, еріген шоколадымызды, ганажымызды құятын боламыз. Мен ганаждың ингредиенттерін описаниеге жаза кететін боламын міндетті түрде. Осылай шоколадымызды жан-жағына ағызып, әдемі көрік беретіндей етіп орналастырып аламыз. Сіздер осылай шоколадты күйінде қалдырсаңыздар да болады. Әсемдеу өз еріктеріңізде. Бұлай жеміс-жидектермен әсемдеу міндетті емес. Мен үйде болғандықтан осылай жеміс-жидектермен әсемдеуді жөн көрдім. Біздің торттарымыз сондай керемет те жұмсақ болып шықты. Достар, қараңыздаршы, біздің тортымыз әзір болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте сондай нәзік, жұп-жұмсақ, кез келген дастархандарыңыздың көркін ашатын торттардың бірі. Бұл өте оңай. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздерде бір жасағаннан осылай әдемі етіп пісіре аласыздар. Енді дәмін көрейік. Достар, менің әрбір видеомды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчик басып қойсаңыздар болады. Себебі алда әлі көптеген рецепттер салынатын болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, кез келген сұрақтарыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, достар.
Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерменен бірге Балнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан рецепттердің бірі трайфлдың жасалу жолымен бөлісемін. Ал сіздер мені қолдап каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл бізде бір жасағаннан кереметтей болып шығатын, өте нәзік, дәмі деген аузыңда еритін рецептісінің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер жұмыртқа, шекер, какао, қопсытқыш және де ұн қажет болады. Жұмыртқамызды жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Оның үстіне шекерімізді аздаған мөлшерден қоса отыра тағы да миксерлейтін боламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді барлығын бірге біріктіріп, араластырып, аздаған мөлшерден қоса отыра тағы да миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға осылай аздаған мөлшерден қоса отыра, ең төменгі қалпына қойып, миксерменен жақсылап шайқайтын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болған тәрізді. Сұйықтығы осындай болып шығуы қажет. Енді біз кез келген формамызға құйып пісіріп аламыз. Алдыменен пешімізді 180 градусқа қойып, шамамен 20-25 минуттай қойып пісіреміз. Піскен қамырымызды, коржымызды толығымен суытуымыз қажет, себебі толығымен суылмаса, кейін бетіне жағатын креміміз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті коржымызды толығымен суытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте сондай жұмсақ, нәзік коржы болып шығады. Енді біз піскен осы коржымызды майдалап, қолымызбенен үгітіп аламыз. Немесе сіздер өздеріңізге ыңғайлы етіп блендерге салып үгітсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен осылай қолменен үгітіп шықтым. Енді біз кремімізді бетіне орналастырып, формасын жасайтын боламыз. Описанияға бұл кремнің жасалу жолын қалдырып кетемін, ссылкасында қойып қоятын боламын. Міндетті түрде сол креммен жасап көрсеңіздер, трайфл өте дәмді, нәзік болып шығады. Менің каналымда көптеген кремнің түрлері бар. Осылай барлық кремімізді орналастырып, формасын жасап болғаннан кейін, үстіне шоколадты глазурімізді құйып шығатын боламыз. Бетіне осылай жеміс-жидектермен әсемдейтін боламын. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жемістермен, шоколадтың түрлерімен әсемдесеңіздер де болады. Барлығын әсемдеп орналастырып болғаннан кейін, міндетті түрде трайфлды тоңазытқышқа кемі 1 сағат қойып қойыңыздар, себебі сол кезде біздің коржымызға креміміз толығымен сіңіп, өте әдемі қалпын сақтайтын болады. Мінекей достар, бізде трайфл дайын болды. Байқағандарыңыздай өте оңай дайындалады. Ал дәмі деген шын мәнінде өте сондай нәзік, дәмді, ауызда ериді. Өте сондай кереметтей болып шығады. Сіздерменен бірге болған Балнұр, менің каналыма және де Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де өте көптеген рецепттер бар, алда көптеген түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Егер видеоны осылай соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Астарыңыз дәмді болсын.